1837 жылы Абылай ханның немересі Кенесары Қасымов ресейлік империялық үкіметке қарсы ірі қазақ көтерілісінің бастаушысы болды. Көтеріліс 10 жылға созылды және қазақтың барлық 300-ін қамтыды. Тап осы қайғылы оқиғалар туралы біз бүгін әңгімелейтін боламыз. Бұл біздің тарих. Кеттік. Кенесары Қасымовтың көтерілістерінің себепшілері тарихшылар әкімшілік аумақтық реформада деп санайды. 19 ғасырдың 20 жылдары кіші және орта жүздегі хан билігін жоюдың кезекті талпынысы жасалды. Бұдан басқа Ресей үкіметі өлкені басқару үшін ортақ қорытындыға келіп, оны империяда жұмыс жасаған билікке ұқсас етуді шешті. Ойдағын іске асыру үшін қазақ даласында бұйрықтар пайда болды. Орталық мемлекеттік басқару органдары. Бастапқыда Кенесары әкесі Қасым Сұлтан пайда болған мәселелерді бейбіт жолмен шешуге тырысты. Ол Батыс Сібір әкімшілігін өз талаптарымен үйіп төкті. Қасым жергілікті тұрғындарға лаңкестік жасаумен айналысқан әскерді қазақ даласынан алып шығуды және жек көретін бұйрықтарды қысқартуды талап еткен. Бірақ Сұлтанның үндеулеріне ешкім құлақ аспады. Керісінше, қазақ әскерлерінің шапқындары жиілене бастады. Қазақтар жауап ретінде қолдарына қару алып, белсенді түрде жауап қайтарды. Бастапқыда Қасымның ұлы және Кенесарының ағасы Саржан көтерілісшілерді басқарды. Бірақ 1826 жылы Қарқаралы бұйрығының шабуылында Саржан сәтсіздікке ұшырап, қайта дислокацияны бастауға мәжбүр болды және Ресей үкіметімен күресте сенімді одақтасты іздестірді. Саржанның пікірінше, ондай одақтас Қоқан хандығының басшысы бола алатын. Бірақ ол күресте жолдас таңдауда жаңылып, бұл қате Саржан мен оның ағалары Ержан мен Есенгелдінің өмірлеріне қауіп төндірді. Бұл 1836 жылы болды. Сол кезде құлаған көтеріліс туын Кенесары Қасымов өз қолына алды. Ғалымдардың айтуынша, Кенесары көтерілістің арқасында барлық қазақтың басын біріктірген жалғыз адам. Кенесары Қасымовтың талаптары Петербор үшін орындалмайтындай болды. Ол кезде петерборлықтар қазақ даласын өз аумағы деп санайтын. Ал талаптар шындығында маңызды болды. Қасымов бұйрықтардың жойылуын, Абылай хан заманынан бері қазақтар білетін аймақтың бүтіндігін қалпына келтіруді және Қазақстан аумағында дербес мемлекет жасауды басты пунктке айналдыруын талап етті. Кенесары Қасымов басшылық еткен көтеріліс 1837 жылы жазда басталды. Көтерілісті рухтандырушылардың қатарына тез арада барлық қазақ жүздері қосылды. Келесі жылдың көктемінде белсенді әскери әрекеттер басталып кетті. Бастапқыда жойылып кеткен Ақмола бұйрығы шабуылға ұшырады. Дегенмен Кенесары Ресей әскерінің жүйелі бөлігімен тікелей соғысулардан қашып, партизандық соғыс тактикасын жүзеге асырды. Қасымовпен күресте Ресей үкіметі кішігірім казак жасақтарын жіберген. Олар көтерілісшілерді бір жолата табанда талмай, қарапайым адамдардан өз өштерін алып отырған. Нәтижесінде жүдеубас ауылдар қарсылық қылғандардың тарабына өтіп отырған. Дегенмен Кенесары ресми Петербордың саясатымен ғана күресті деп айту дұрыс емес болар. Қазақ халқын қорғаудағы өз талпынысында Қасымов Қоқан хандығымен де соғысты. Мемлекеттік істерді де жүргізіп отыруды ұмытпаған. Оның қол астымен қарулы күштер құрылып, салық және сот жүйесі, егін шаруашылығы және сауда-саттық дамыды. Кенесары Қасымовтың көтерілісінің кішкене казак жасақтарымен баса алмайтынын түсінген Ресей үкіметі соғысқа жүйелі әскерді жібереді. 1843 жылы күрес шиеленісе бастады. Бұдан басқа империялық билікке көмектесуге бұрын Ресей әкімшілігімен бірлесіп жұмыс жасауға келіскен қазақтар келеді. Күрес одан сайын шиеліге түседі. Кенесары Қасымовтың басшылығында 20 мыңға жуық адам болса да, Ресейдің жүйелі әскерінің соққыларының астында қалған ол, ұлы жүздің көш орындарына шегінуге мәжбүр болды. Империялық әскердің жағынан өсіп келе жатқан қысым Кенесарыны қырғыздардың аумағына кіруге мәжбүрлейді. 1847 жылы Қасымов олардың толық бағынуын талап етеді, бірақ қатал түрде бас тартуды көреді. Бірлескен қырғыздар Кенесары әскерін 1847 жылдың сәуірінде бөлшектеп жібереді. Қазақ көтерілісшілердің жетекшісі тұтқынға алынып өлтіріледі. 10 жылға созылған көтеріліс осылайша аяқталды. Тәуелсіздік үшін қазақтың ұлы күрескері Кенесары Қасымовтың тағдыры осындай болды. Бірақ Кенесары өлімнен кейін халықтық азаттық күрес аяқталған жоқ. Ресей империясына тағы да қандай батырлардың қыр көрсетуге өжеттенген туралы келесі бағдарламаларда әңгімелеп береміз. Кездескенше.